Сәлемдестер, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Токай кішкенеде. Бүгін менде бай қыздың 4-ші бөлімі, яғни соңы. Сіздер мені еңбегімді бағалап, маған лайк басып және тіркеліп кеттіңіздер және комментарий жазып кеттіңіздер. Ал önce біз сериалымызды бастайық. Кеттік. Осы футболканың ободогы болып еді ғой. Қазір көрейінші. Міне тұр. Қалай алсам болады? Алмай жатырмын. Все, күшті жарасады екен маған прям екеуі. Так, мен тамақ ішіп алдым. Енді киімді ауыстырмасам болмайды. Мына қара көйлек бар екен, ободогыммен жарасады как раз. Осылай тұра берсін. Все. Мен ауылға бармасам, уже қаладан жалығып кеттім. Сол жақта тұрайын біраз. Лучше ауылға барайын. Ол жақта апатам бар, оларды қатты сағындым. Кішкене сол жақта тұрайын. Бүгін кешке жақын барам. Сояққа барып кішкене қастарында болмасам, оқуымды бітіріп алдым, бәрін істеп алдым. Енді сол апаммен атам қасына барайын, мамамен бабамның қасына сосын вақты кейін кетсе барам. Такс. Енді мына сумканы алайық. Такс, ашайық. Киім дайындап қояйын, кешке жақын кетемін ғой. Такс, қандай киім дайындасам болады, қандай киім кисем болады дегендей. Міне осылар жетеді. Мен көпте жүрмеймін ғой ол жақта. Мен бір жыл жүремін ғой. Ладно, осыларды салып алайық, если сыйса. Замығы жабылмай жатыр ғой, да құрсын. Болды. Так, қоя салайын. Мен қазір подругама барып келейін. Осылай бара берейінші, ладно. Ақша ештеме керек емес. Осы очки тағып алайын. Көп киген де жоқпын, таққан да жоқпын, ой құрсын. Подруга мені жерді ұнатпаймын вообще. Бұл жақта алдында роллтон ба сонда жеп өліп қалайын дегем аштысынан. Ладно, мен жеймін. Сен фри бургер соларға заказ ет, мен мына ашты роллтондарды жеймін. Ладно, келістік. Пицца бар ана жақта даже, соларға да заказ етсем болады ғой. Жарайды, заказ етем. Мынау ғой, осы тамақ. Осылай алып жемесем, может желінбейтін шығар. Себебі мен бас киіммен дұрыс жей алмаймын ғой. Дәмді ғой, слишком. Мен алдында жеп қалдым ғой, құрсын. Қалай жеп жатырсың? Пицца лучше и бургер лучше одан қарағанда ше. О май гад, неғып ұстап алдым, не? Ой, кешіріңіз ханым, байқұста салып кетті. Ой, жеберші болды. Сен де бір бұздық екенсің соншама. Анау ма, ана бала алдында мен пиццамды ма сондайым тартып алған. Мәссаған. Бұлар бірақ қымбат шығар. Жоқ, қымбат емес шығар, енді сұрап көрейік бағасын. Тәте, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіңдер ме? Мына пироженкалар, солар қанша теңгеден? Теңге емес, ол ақшамен кәдімгідей. Бұлар торт, мысалы 5000 теңге. Бұл дәмділігі соншалықты.
Ал мына пироженктар олар 3.000-нан тұрады, үшеуі 3.000 болады, 1000-нан жалпы. Ал астындағылар олар 500 теңгеден беремін. Короче, сонда енді. Ал наяқтағылар олар полный 5000-5000-нан барлық қатар. Мына қатар 5000, мына қатар 5000, короче, 4 қатардың барлығы 5000 болады. Жақсы, біз онда осы тортты аламыз, өйткені подруга екеуміз ғанамыз. Жарайды, ала беріңдер, ақшасын төлейсіңдер ғой. Сендер жеп болғаннан кейін де төлесе алсаңдар болады, жемей тұрып төлесеңдер де болады, бізде сондай бар. Біз жеп болғаннан кейін төлейміз онда. Таңгіне баруым керек қой. Мә, киімді ауыстырып тез барайын. Уже кеш батты емес, түн бат кетті ғой, кәдімгідей ұйықтап қалады қазір. Ерте ұйықтайды ғой кісілер, малға тұрады. Такс, кеттім. Такс. Ал малғар да өсіпті. Балапан болған осы тауықтар, тауық болып кетіпті. Ладно, ақырын сөйлейін, барлығы ұйықтап қалған шығар. Мәссаған, бәрі ұйықтап қалыпты. О, қалайсың, Шигол? Жақсын, өзіңсің Шигол, барлық ұйықтап жатыр. Жат. Ладно, жатамыз. Шигол дейді ғой. Расымен де Шиголсың ғой енді. Мына әтеште бір ойып жүрді ғой. Сен әлі ұйықтамағансың ба? Мен телефонда отырамын. Көзің ауырады ғой, жөнді өзім білші болды. Такс, құрсын, апамен ата тұрған жар. Апа, тақылайсыздар. Ой, жаным, шырағым, қалайсың? Сол аяқ асты күтпеген жерден келіп қалдың ғой. Сәрге тасын сырсайын дегенім ғой. Мен енді осы жерде 1 жыл болам. 1 жыл, ойбай, қарсы емеспіз. Қазір мен сені ойламап едім. Менің көзім көрмейді ғой, мен осындай түнгі уақытта тұрам, сағат 3-4-де. Көзім көрмеген шығар сол кезде сені. Ладно. Қазір мен саған бургер жасап берем, бургерді жейсің бе? Менде енді артық продукты жоқ пока что. Осыны жей, Апа әлі ұйықтамай отырады екен, түнімен телефон жұқлап. Оған бәрі бір, сосын қазір өзі ұйықтайды, мен ұйықтатам оны. Жарайды. Анаяқта ет пісіп жатыр ғой. Олар жаңағы жеңең, мен өзің ағаңа ғой. Осылайша Айзада өзінің атасы мен апасының үйінде тұрады екен. Және де 1 жыл бойы.